Сәлем қыздар, сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сіздерге табиғи шырынды жасалу жолының рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін менде 1,5 килограмм нектарин. Сіздер оның орнына шабдалы немесе өрікті алсаңыздар болады. Осылай ортасынан бөліп шаттауын аламыз. Менде осындай көлемде шықты. Енді блендерімізбен есе бастаймыз. Менде осындай масса шықты. Енді табамызды отқа қойып, массамызды саламыз. Үстіне суымызды құямыз. Жақсылап араластырып, орташа отта бір қайнатып аламыз. Қайнаған соң осылай бетіндегі көбігін алып, сүзбеден өткізіп, жақсылап араластырамыз. Содан кейін осылай дәміне қарай қантымызды саламыз. Осылай жақсылап бөлме температурасына дейін суытамыз. Әрі қарай осылай шырынымызды сүзбеден өткіземіз. Сүзбеден өткен кезде оны артық қабықтары немесе ортасындағы тамырлары тұрып қалады. Мен толығымен сүзбеден өткізген жоқпын, себебі біздің отбасымызда көбінесе смякотью дейді ғой, солай түйіршіктермен жақсы көреді. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қалдырсаңыздар да болады. Шырынымыз дайын болды. Және де бұл шырынды қысқа жапсаңыздар да болады. Банкаларыңызды стерилдеп, жақсы сақталады. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және каналыма тіркеліңіз.